Адамның денесіндегі жара уақыт өте жазылады, ал көңілге түскен жараның жазылуы әлде қайда қиын. Кейде бір ауыз ауыр сөз, бір салқын қабақ немесе бір әділетсіз әрекет адамның жүрегінде жылдар бойы сақталып қалады. Сол себепті халқымыз жараланған дене жазылар, дараланған көңіл оңай жазылмас деп бекер айтпаған. Ертеде ата-әжелеріміз балаларына ең алдымен сөзге ие болуды үйреткен. Өйткені олар сөздің ем де, у да болатынын жақсы білген. Ашумен айтылған сөз кешірілер, бірақ ұмытылмауы мүмкін. Ал көңілі қалған адам бұрынғыдай сенбейді. Сол себепті кешірім сұрасаң да, жылы сөз айтсаң да, оның бұрынғы әсері бола бермейді. Қазақта жақсы сөз жарым ырыс деген нақыл бар. Бұл сөздің мәні терең. Бір ауыз жылы сөз адамға күш береді, үміт сыйлайды. Ал бір ауыз ауыр сөз адамның жігерін құм қылып, жүрегін мұздатуы мүмкін. Сондықтан әр сөзіңді ойланып айту, өзіңді де, өзгені де құрметтеу. Біздің ата-бабаларымыз ренжіскен адамды ұзақ күттірмеген. Күн батпай тұрып татуласуға тырысқан. Себебі олар татулық бар жерде береке бар екенін жақсы түсінген. Өкінішке қарай, бүгінде кейбір адамдар кейін айтармын, кейін кешірім сұрармын деп жүріп, сол кейіннің келмей қалатынын ескере бермейді. Өмірде ең ауыр өкініштердің бірі кешірім сұрайтын адамнан айырылып қалу. Сонда ғана айтылмаған сөзге, жасалмаған жақсылыққа жүрек сыздайды, бірақ уақытты кері қайтара алмайсың. Ата-әжелеріміз тағы бір сөзді жиі айтатын. Сынған шыны жамалар, сынған көңіл жамалмас. Бұл өмірден алынған шындық. Көңіл қалған соң бұрынғы сенімнің орны босап қалады. Сондықтан қарым-қатынасты сақтаудың ең жақсы жолы көңілді ауыртпау. Адам кейде бөтенге күліп сөйлеп, өз үйіндегі жақындарына қатқыл сөйлейді. Шын мәнінде ең жылы сөзді ең жақын адамдарыңыз естуге лайық. Себебі олар бізбен өмірдің қуанышын да, қиындығын да бірге бөліседі. Халқымыз тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады деп бекер айтпаған. Ауыздан шыққан сөз қайта оралмайды. Сондықтан сөз айтпас бұрын оның ертең қандай із қалдыратынын ойлаған дұрыс. Жас ұлғайған сайын адам бір нәрсені анық түсінеді. Байлықтың да, мансаптың да қадірі уақытша. Ал адамдардың жүрегінде қалдырған ізің мәңгі есте қалады. Егер сен біреудің көңілін көтерсең, ол сені жақсылықпен еске алады. Ал көңілін қалдырсаң, ең әдемі сөздеріңнің өзі кеш естіледі. Сондықтан бүгін ренжіскен адам болса, татуласуға асығыңыз. Бүгін алғыс айтатын жан болса, айтып қалыңыз. Бүгін жақсы көретін адамыңыз болса, жылы сөзіңізді аямаңыз. Ертең кеш болуы мүмкін. Өйткені көңіл қалған жерде сөздің қадірі қалмайды. Ал көңілді сақтай білген адам адамдардың жүрегінен мәңгі орын алады. Әр сөзіңді ойланып айт. Өйткені айтылған сөз қайтып келмейді. Көңілі қалдырғаннан гөрі кешірім сұраған артық. Ата-ананың қадірін қасында жүргенде біл. Уақытты босқа өткізбе, ол қайта оралмайды. Жақсылық жаса, бірақ міндетсінбе. Ашумен шешім қабылдама. Адамды байлығына емес, мінезіне қарап бағала. Көп тыңдап, аз сөйлеуді үйрен. Берген уәдеңде тұр. Денсаулықты жастайыңнан күт. Әр күніңе шүкіршілік ет. Қолыңа келген мүмкіндікті бағалай біл. Балаларыңа сөзбен емес ісіңмен үлгі бол. Қызғаныш ешкімді бақытты етпейді. Жақсы дос таңдауға асықпа. Отбасыңды жұмыстан да жоғары қоя біл. Біреудің ақысын жеме. Қиындық келгенде сабыр сақта. Өсек айтудан да, тыңдаудан да аулақ бол. Кешіре білу әлсіздік емес, жүректің кеңдігі. Қарапайым болудан ұялма. Әр адамның жүрегінде көрінбейтін жара бар екен ұмытпа. Артық дүниеге емес, жан тыныштығына ұмтыл.
Үлкенді құрметте, кішіні қамқорлыққа ал. Ешкімді сыртынан жамандама. Қателігіңді мойындай біл. Жақыныңа жылы сөз айтуды ертеңге қалдырма. Білім алуды ешқашан тоқтатпа. Ар-ұяттан айырылған адам бәрінен айырылады. Артыңнан жақсы сөз қалатындай өмір сүр. Ешқашан ар-ұятты пайдаға айырбастама. Уақыттан қымбат байлық жоқ екен ұмытпа. Денсаулығыңды жоғалтпай тұрып бағала. Ата-ананың батасын алуға тырыс. Көңіл қалдырма, қалдырсаң кешірім сұра. Ашу үстінде ешқандай маңызды шешім қабылдама. Жақсылықты үнсіз жаса, жариялама. Әр күніңе шүкіршілік ет. Өзің өзгермей, өміріңнің өзгеруін күтпе. Біреудің сенімін жоғалтпауға тырыс. Артық сөзден гөрі орынды үнсіздік пайдалы. Қиындықты сынақ деп қабылда, жаза деп емес. Балаңа ең үлкен мұра жақсы тәрбие. Өткенді өзгерте алмайсың, бірақ бүгінгі әрекетіңді өзгерте аласың. Жақсы адамдармен аралас, өйткені орта мінезді қалыптастырады. Ең алдымен өзіңді жеңуді үйрен. Ешкімге қиянат жасама, жасағаның алдыңнан шығады. Қанағат пен сабыр жан тыныштығының кілті. Өмірден кетерде байлығың емес, адамгершілігің еске алынады. Әр күніңді соңғы күніңдей мәнді өткізуге тырыс. Өмірдің ең үлкен байлығы адал жүрек. Адамның қадірі байлығымен емес, мінезімен өлшенеді. Уақыт орны толмайтын қазына. Көңілге түскен жара кейде өмір бойы жазылмайды. Жақсы сөз адамға берілетін ең арзан, бірақ ең қымбат сый. Сабыры сақтаған адам көптеген қателіктен аман қалады. Кешірім сұрай білу әлсіздіктің емес, парасаттың белгісі. Ата-ананың разылығы өмірдің берекесі. Бала ата-анасының айтқанын емес, істегенін қайталайды. Бір ауыз өтірік мың шындықтың қадірін кетіреді. Жақсылық жасаудан ешқашан шаршама. Әрбір әрекетіңнің ертең алдыңнан шығатынын ұмытпа. Байлық қолда қалады, жақсы ат халықтың жадында қалады. Артық сөзден көп өкініш туады. Жүрегі тыныш адамның өмірі де тыныш болады. Қанағат бар жерде бақыттың бастауы бар. Біреуді өзгертуге емес, өзіңді түзетуге күш жұмса. Жақынының қадірін жоғалтпай тұрып біл. Адам өмірінің шынайы өлшемі артында қалдырған жақсылығы. Бұл дүниеде бәрі уақытша, ал адамгершілік мәңгі құндылық болып қала береді. Құрметті оқырмандарым, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз арнаның дамуына үлесін қосады. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыз.